Қисық сызықты трапецияның ауданын табу. Бұл жерде интеграл арқылы табу. Я? Бірінші не екенін түсіндірейік, иә, қисық сызықты трапецияны. Айталық, маған y-тен бады f от x функциясы берілді. Міне y-тен бады f от x. Осы функцияның графигі көрсетілген, иә, графиктік әдісі берілген. Осының мына бірден бастап x тең 1. X тең 1 деген мына жер. Бірден бастап x-тен 4-ке дейінгі аудан есепте десе, x-тен 1-ден бастап x-тен 4-ке дейінгі аудан есепте десе, онда мынарда бір трапеция сияқты фигура шықты. Трапеция нақты болу деген былай болу керек еді. Трапеция болса мынара түзу болу керек еді. Ал енді мына жері менде былай қисық сызық болғандықтан, қандай да бір былай қисық сызық болғандықтан, мына жер қисық түзу емес болғандықтан, онда ол аталады қисық сызықты трапецияның ауданы. Иә, болса ауданды қалай есептейміз интеграл арқылы. Енді қараңыз, негізінде аудан былай есептеуге болады. Ауданды бірнеше трапецияларға бөліп тастауға болады. Айталық, мен үш фигураға бөлейін. Үш фигураға бөлейін. Яғни қараңыздар. Айталық, мен мынада үш фигураға бөлдім. Бірінші фигура, екінші фигура, үшінші фигура. Онда бұл жерде біз мына былай тік бұрыштарды құрастыратын болсақ, онда бұл үш тік бұрыштың аудандардың қосындысы мынаның толық ауданына жауап бермейді, себебі мынада бос орындар алып қойды. Мынандай бос орындар алып қойды. Иә, мындай бос орындар алып қойды. Яғни мына үш тік бұрыштың аудандарын қоссақ, біз мына толық ауданға жетпей қаламыз. Иә, егер мынау былай жалғасақ, мына бірінші сол жақ, мына тік сол жақ қабырғаларын жалғасақ. Егер мен тік оң жақ қабырғаларын жалғайтын болсам, мысалы, мынаумен былай толықтыратын болсам, тік дейін, енді сол жағымен толықтырдым, мысалы, екіншісін сол жағымен емес, оң жағымен толықтыратын болсам, тік дейін, бірінші фигураның оң жағымен тік толықтыратын болсам, осыны айтсам, осындай бір үш тік ауданын қоссам десем, осы үшеуінің ауданын қоссам десем, онда ол үшеуінің ауданын қоссақ, жаңағы берілген қисық сызықты трапецияның ауданы асып кетеді. Мына керекті участоктен асып кетеді, иә? Бұл да бір дәл емес, нақты емес. Енді тағы бір әдіс бар. Егер мен оны мынандай трапеция құрасам, тік төртбұрыштар емес, мынандай трапециялар құрастыратын болсам, мысалы, сол жағымен оң жағын былай түзумен жалғайтын болсам, былай түзумен, сол жағымен оң жағын былай түзумен жалғайтын болсам, тура, сол жағымен оң жағын былай түзумен жалғайтын болсам, тура, онда сендер айтасыңдар, мынау негізі шындыққа жақын, бұл нақты бір неге жақын дейсіздер, иә? Бірақ дегенмен бұл да ең дұрыс есептеу емес, өйткені егер мысалы менің функциям мынандай болатын болса, айталық графигімен мынандай болатын болса, онда айталық мен мынандай 1, 2, 4 нүкте арқылы 3 аралыққа бөлсем, 3 аралыққа. Я біз көреміз, мына екеуінің арасы былай жалғасақ, ол тура сияқты. Мына екеуінің арасын жалғасақ, тура сияқты. Бірақ мына екеуін жалғасақ, біз бос орын қалып қоятын көреміз. Көріп тұрсыз ба? Жоғары жағынан мына жерде бос орын қалып қойды. Сондықтан бұл да нақты аудан есептемейді, бірақ алғашқы екеуіне қарағанда бұл жақынырақ. Иә? Мына үш аудан есептеу әдісі негізінде қисық сызықты неге жақынырақ. Бірақ біреу асып кетеді, біреу жетпей қалады, біреу ана екеуіне қарағанда жақынырақ, бірақ дәл емес, нақты емес. Ал нақты осы жердің ауданын табу үшін біз интеграл есептеу керекпіз. Интегралдың ішінде мына функция тұру керек. Бұл функция y-тен f от x. Және бұл қай жерден қай жерге дейін? 1-ден 4-ке дейін. Міне осы бұл мынардағы дәл нақты аудан болады. Нақты аудан, S аудан. Интеграл аудан есептейді екен. Енді біз барлық жағдайда мынарда 1 мен 4 болмайды, мынарда A, B болса, онда A-дан бастап B-ға дейінгі есептесеңіз, мысалы 1-ден 4-ке дейін, немесе 2-ден 5-ке дейін деген сияқты, осы функцияның интегралы ол ауданды береді. Енді алдыңғы қарастырған 3 тік төртбұрышқа бөлу немесе трапецияға бөлу әдісін, егер мен мына аралықты былай тағы да одан да кішірек тік төртбұрыштарға бөліп тастасам, онда бұл тік төртбұрыштардың 6 тік төртбұрыштың ауданын қосқан кезде, ана үшеуіне қарағанда мынаған жақынырақ пайда болады. Егер бұны тағы да былай бөліп тастасам, тағы да кішкентайларына бөліп тастасам, ол алдыңғыларына қарағанда жақынырақ болады. Сосын тағы да бөле берсем, яғни мен мына арадағы аралықтарды кішірейте берсем, немесе мына тік төртбұрыштар санын көбейте берсем, онда
мына интеграл расында да шығады екен, иә. Яғни егер ең соңында мен өте кішкентай тікбұрыштарға бөліп тастасам, яғни бұл шекті қарастырып жүрсем, сондай лимитті қарастырсам, андай кішкентай тікбұрыштардың қосындысы, иә. Бұл тікбұрыштардың саны мысалы 1, 2, 3 санап берсек, n штук болса, сол n-ді шексіздіктер ұмтырған кездегі, яғни m-ді өте көп қылып алған кездегі мына аралықтағы сөзінің арасы қаншалық болады? Мынау b, мынау a болса, b-дан a-ны азайтсаңыз, мына аралық шығады. Соны мына n штукқа бөліп тастаңыз, әрбір кішкентай тікбұрыштың ені шығады. Әрбір кішкентай тікбұрыштың ені шығады. Соны біз дельта x дейік. Кішкентай бір өсімде дельта x деген сөз, әрбір тікбұрыштың мысалы басында әрі мынандай болды, ені бір-бірден. Ал қазір дельта x сол мына соңынан басын азайтып, нешеу бар? Үшеу ма? Сол үшеуге бөлу. n ба n-ға бөлу. Осындай бір қосынды алсақ, мынандай бір тікбұрыштардың қосындысын алсақ, бұл тікбұрыштардың қосындысын, мынандай ұзын, мынау биіктігі ғой, биіктік қалай есептеледі? Мынау ең бірінші нүкте болса, онда f1 болады мына жер. Екінші нүкте болса f2 болады. Үшінші нүкте болса f3 болады. Яғни бір қандай да бір x-інші нүкте болса, онда ол fx болады. fx немесе x номер xi, бірінші, екінші, үшінші, мысалы мынау екінші, үшінші xi болса, осындай fxi-лардың осыларды, мынау бізде ұзындықтар, ал ұзындықты еніне көбейтсек, ұзындық пен енін көбейтсек, мысалы былай, онда бізде не шығады? Онда бізде аудан шығады. Осы n-ді шексіздікке ұмтылып жүрген кезде, мына i-міз бізде мысалы бастап, мынау сол жағымен есептесек, 0-ден бастады, оң жағымен есептесек, 1-ден бастады. Айталық 1-ден n-ға дейін. Осындай бір қосындыны, осындай аудандардың қосындысын, мына n-ді шексіздікке ұмтылып жүрсек, өте кішкентай тікбұрышқа бөліп тастасақ, онда мына айтылған интеграл шығады екен. Яғни интегралдың немесе қисызды трапецияның мынадай нақты ауданы шығады екен.